Қызылорда су жүйесі мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның өндірістік техникалық бөлім бастығымын. Қазіргі таңда енді 2005-тен бері мен осы жерде жұмыс жасап келе жатырмын. Өндірістік бөлімде. Енді қазіргі таңда өндірістік бөлім басшысымын. Енді бізде қазіргі таңда ассенизаторлық машиналардың жаңағы кәріз суларды төгу бойынша мәселе көтерген екенсіздер. Соны таныстыра кетейік. Қазір мынау Саяхат шағын ауданында тұрмыз. Сол Саяхат шағын ауданында осы жерден жаңағы жердің құжаттарын рәсімдеу бойынша жаңағы уақыт алды. Одан бөлек мынау жаңағы электрониге қосылуға да техникалық шарт алдық. Одан трансформаторлық подстанциялар орнатылды. Соның бәрі қазіргі уақыт алып, осындай бүгінгі таңда насос қондырғылар алынды. Одан бөлек біз жаңағы су қысымды жүйеге қосу үшін да жаңағы врезка дейміз ғой, қосу жүйелері жұмыстары жүргізілді. Енді қазіргі таңда қалып тұрған жұмыстардың біршамасы енді 70% орындалды деп сізге ақпарат бердік қой. Сол бойынша қазіргі таңда мына насос қондырғысы орнатылып тұр. Бұл насос қондырғысы 200 метр куб сағатына кәріз суды қабылдап, ары қарай айдайды. Қанша дейсіз? 200 куб сағатына. Енді бұл қазір бізде дәл осындай Титовта тұр. Ол Титовтағы бір насоспен ол үлгеріп жұмыс жасай алмайды. Сол себепті қазір біз екінші насос қондырғысына тапсырыс бердік. Ол мемлекеттік портал арқылы алынып жатыр. Одан бөлек қазір қоршамасақ, өзі талабы солай ғой, қоршап жаңағы ограждение жасалмай, біз қазір бұларды ас машиналарды кіргізіп тиісті жұмыстарды атқара алмаймыз. Ол заңға, қағидаға сәйкес жұмыс жасалу керек. Сол себепті қазір сол шамалы кідіріп тұрмыз. Ол да мемлекеттік порталға тапсырыс берілді. Оны алу бойынша. Анау кольцада 3 кольца тұр ғой, Иә. Бұл үшеуі қалай мемлекеттік тапсырыс аясында жасалған ба? Жоқ, мынау қазір кольцаларды ассенизаторлық көліктердің өзінің жаңағы финансовый помощь дейма, сондай жақсап өздері жаңағы автокөліктердің өзінің несімен алынды бұлар. Мына именно осы ассенизаторлар өздері ма? Өздері қаражат жинады, сөйтіп алды. Мына тек осы ғана алынып тұрған, бұлардан келіп тұрған құдықтың несі ғана. Қалған мынау насос, трансформатор, электрокабель деген сияқтылардың бәрі ол мекеменің өзінің шығындары есебінен жүргізіліп тұр. Ал ол шындап келгенде тарифтік сметада болмаса басқа жерден қаралмаған бұл. Вне плановый дейміз ба, вне сондай жұмыстар бұл қазір істеліп жатқанымыз. Өйткені сол ассенизаторлық машиналардың несіне тасбөгеттегіні біз жаптық қой. Халықтың жаңағы наразылық туындатып, иіс деді, шағым деді. Соған сәйкес біз оны тоқтатқанбыз. Қазір таңда енді ояқта тоқтағаннан кейін жақын жерден ашып бер дегеннен кейін ұсыныс айтты. Осы неден бастап көтеріліп келе жатыр ғой, осы ноябрь, қараша айынан бастап. Содан бастап осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. 4 айдай болды, ояқтың жабылғанына. Иә, ояқта жабылды. Сіздің сөзіңізге енді тұздық болсын, жақсы рахмет. Енді өздеріңіздің нелеріңізді айтып жатсыз ғой. Енді жалпы сіздер біздегі іштегі жаңа осы ассенизаторлар, мына ассенизаторлар азаматтарменен келіссөздер араларыңызда бар ма? Бар. Қандай келіссөздер бар? Қандай келісім шарттар бар? Сіздер енді осы уақытқа дейін енді ол кісілер қазір сонда қай жаққа барып төгіп жатыр? Титовқа барып төгіп жатыр ма? Титовқа барады, Сосын ғой бағасын қымбаттатып отқандар, ненің бағасын қымбаттатып? Енді олар халықтан мысалы бұрын 6.000 теңгеге 8.000 теңге ақша алатын болса, 6.000, 5.000 теңге, 4.000 теңге ақша алатын болса, олар 10.000 теңгеге бағаны көтерген. Бірақ енді соңғы кездері қазір 8.000 теңгеге бағасын 2.000 теңге өздері келісу арқылы түсірген ба, клиенттердің айтуы солай болып жатыр. Енді сіздер оған араласпайсыздар. Енді біз оған араласпаймыз ғой. Енді араласпайсыздар. Енді қараңыздар, сіз бағана бір сөзіңізде телефонмен сөйлескенде айттыңыз, 12 рет төгуге мүмкіншілік береміз дедіңіз, Енді сіздер оған бір айға 55.000 теңге, қаражат 54.000 теңге қаражат. Енді сіз 54.000 теңге қаражатпенен 12 рет рейс әкеліп төгу, ол қалай ол рыноктағы бағамен бір-бірімен сәйкес келе ме, ол келмей ме? Ол кімнің шешімі? Ол қалай шешім болып отыр? Мен соны ол жерде калькуляциясы бойынша, мысалы рейс калькуляциясын түсіндіріп беріңізші. Қанша кубпенен ол қалай сіз бағана айттыңыз? Өздері ол жаңағы 12 рейс әкелмейді, ол одан да көп рейстер алып келеді дедіңіз, Солай ғой. Енді сіздер өздеріңіз заң бойынша деп жатсыз. Жақсы, енді заң бойынша біз айтатын болсақ, неге ол қалай? Енді сіз ойланып қарасаңызшы, бір айда мысалы 12 рет әкелетін болса да, бағасы 56.000 теңге деп тұрсыз, Ол қалай ол жүргізушілерге ауыртпашылық тудырмай ма? Жоқ, тудырмайды. Өйткені 54.000-нің ішінде біз 54.000 деген ол мысалы қазір 3 кубтық бар, 5 кубтық бар. Олар
квадратқа 3.000 ба 44.000 теңге. Мен сізге әр көп өздерінің көбі бар. Енді мен сізге орташа жаңағы 7 көп пен 10 көптің арасындағы нені айтып тұрмын. Ол 54.000 максимальный бағасы. Ал одан төмендер 40.000-ның көлемінде әлі жүр ғой сол айынан. Соны одан бөлек ол Титовқа, мысалы басқа қалаларда өзіміздің практикада ол жалғыз Қызылорда қаласында емес ол. Ол Ақтөбе қаласы, может ол Оралда да дәл солай, ол Атырауда да дәл солай. Мысалы Атырауда қазір 98.000 теңге. Машинаның несінің жаңағы төгу, бір төгу 98.000. Жақсы, енді ол жақтың әлеуметтік жағдайымен біздің неге сәйкес келмейді ғой. Рынокқа да біздің әлеуметтік жаңағы тұрғыдан алатын болсақ, күнкөріске де ол нәрсе келмейді ғой. Ол түсінікті жағдай ғой. Әлеуметтік дегенде ол Атыраумен де мысалы Орал қаласы бізден де мысалы төмен. Оларда да сондай баға 77.000 теңге. Ода бағада тұрған еш нәрсе жоқ бұл жерде. Бұл жерде олар 12 рейс деп біз определенный средний бір не қойдық. Мысалы олардың да нелерін учитывать етіп тұрмыз. Олар айтады бізге. Біз бір айда мысалы 2 рет бұзылуымыз мүмкін дейді. Или басқаша болады. Сондай запчастьлерін аламыз, сондай болады. Сол себепті біз екі жақты келісім бойынша орнатылған бұл баға негізінде. Соған сәйкес кеше біз НДС көбейді, соған сәйкес мысалы 46.000 болды ма, соны 54.000 теңге қылып қана көтеріп отырмыз қазір. Енді мынаны ашу, осы жерде ашу енді қашан ашылады, бұл қашан енді орындалады, бұл не? Енді біз бағанада кімде ассенизаторлық көліктермен біз келістік қой. Келіскенде екі ортада не бойынша февральдың ортасына 2 аптаның көлемінде біз осыны ашып ары қарай жұмыс жасауға тиісті жұмыстарымызды атқарамыз деп айттық. Февральдың келесі айда ма? Ортасында. Титовқа апарады, болмаса штрафтайды, болмаса басқа қылады, басқа да шараларды қойып. Кеше бір бағана ассенизаторлар айтып отыр, экология артымыздан аңдып жүріп тұрып штраф салып кетіп жатыр. Оларда мысалы бізде айтып отырып алуымыз қалып біз мынаны ашпауымыз да болады. Титовқа барып төгіңіздер, жаңа не деген СБО-ның қасына деп. Ол ояққа тіпті даже үлкен сливной станция салуға жоба сметалық құжаттар әзірленіп те тұр. Қазір таңда ояқта неге ұсыныс беріп акиматтан оған арнайы қаражат бөлінді жоба жасауға. Онда ары қарай қаражатты қарастырып үлкен сливной станция салынады. Ол кезде мынау станция жабылуы да мүмкін. Енді ол түсінікті. Мына енді осы жылда жасалып жатқан нәрсе бұл кімнің шешімімен осындай неге келіп тұр? Ашуға. Халықтың ұсынысымен. Дәл осы жерден ашу ма? Осы жерде, дәл осы жерден және өздері жаңа айтып тұрмын ба, ассенизаторлық көліктерді бағаны көтермеудің қатты бізге тұрғындарға жағдай жасауға сол себепті. Электр желіге қосу бойынша трансформатор, оған жоба жасадық, техникалық трансформаторға алып қою үшін, оған қосылу үшін. Тағы не енді осы қазір сол электр желіге қосуға алып тұр. Одан кейін жаңағы қоршау бар, мен екінші насос қондырғысын орнатуымыз керек қасында. Мынау енді осы жаңағы бұл қаражат өздеріңіздің есептеріңізде жасалған ба? Иә, өзіміздің есебімізге. Бірақ мынаны ассенизаторлар жасап берген, иә? Тек бұл жерде ассенизаторлардың әкеп беріп тұрған несі тек құдық қой мынау. Осы 4 кольца ма әкелгендері осы. Молодец. Өздері жасап жүр, Енді қалған жұмысты осы 2 аптаның көлемінде қазір конкурсқа беріп. Нақты күн айта аласыз ба? Енді мен де нақты күнін айта алмаймын енді. Бұл процедура ғой өзі конкурстық. 10 күн процедура жүреді. Жарияланып тұр, 5 күн жоқ, анықталған жоқ. Оның тағы 5 отып алғаннан кейін 5 күн келісім шартқа отыру уақыты бар. Одан кейін барып әкелу уақыты бар деген сияқты ғой енді. Одан кейін біз орнатуымыз бар деген сияқты. Оның да біз енді келесі айдың ортасына таман ашылады деп ақпарат тартсақ болады ғой. Біз енді солай. Енді сіздерге анау кеше неге шыққаннан кейін, Фейсбукқа шыққаннан кейін жаңа анау ақпарат 70%, 70% деген білмеймін енді кім қалай неде жауап берген, нақты уақыт болмағаннан кейін біз енді 14 арқылы өтінішпен сіздерге жібергенбіз. Түсіп тұр екен жаңа сіз айтқаннан кейін тексерсем, екі өтініш келіп тұр екен. Ақпаратын берсеңіздер, ана кәдімгі бланкімен сіздер ресми негізіңізді берсеңіздер. Ресми дейсіз ғой. Сосын бізде ақпаратты ресми берсек деп тұрмыз да. Өйткені бұл жерде қазір мынандай нәрсе ғой. Тұрғындардың айтып жатқандары да бар бұл жерде. Енді екінші жаңа ассенизаторлардан мен ассенизаторлардың өздерімен кездескен жоқпын, бірақ ассенизаторлармен сөйлесіп, арман қарай хабарласып, дальше бұны арман қарай не қылуға болады да. Бірақ бізге ондай резонанс тудыртып, ондай проблема бізге керегі жоқ негізгі. Біздің мақсат олай емес. Біздің осы өңірде аймаққа жаңағы теріс пікір қалыптастыру біздің мақсатымыз емес. Біз ондай мақсатпен айналыспаймыз. Біздің мақсат таза осындай жағдайлар болып жатыр, біз сол мәселені шешу. Енді мен ертең ассенизаторлардың өздерімен де байланысып, осы тұрғыдан өздерінің де ойларын білейін. Ол қалай қаншалықты бұл өздері шынымен де қаражат жасайтын болса, онда жақсы ғой. Онда бізге ассенизаторлардың ақшалары көп болса,
бізде жағдай келмейтін отбасылар бар, ағайындар бар, оларға да көмектессін. иә Ол мемлекеттік Мен де ол- мекемеге көмектесіп отырғанына мен таңқалып тұрмын да, ол қалай коммуналдық мемлекеттік мекеме, ол ой өз кімдерден туындады, сіздердің тараптардан айтылды ма көмектесіңдер жоқ деген. жоқ Мүмкін көмектесу өздерінің әлде ұсынысы өздері тез тез бітіруге не жұмыс не әрекет жасай аламыз деп. Енді бізде мысалы қазір неше ай кольцанда болды енді бұл жерде жасалып жатқан жұмыстың? кеше 1,5 айдың көлемінде ғой. Мм. Пока енді айтып тұрмын ғой, госактысын алдық, иә. иә, мынау проект жасады, анан техусловиясын алып сөйтіп жүргенде, жаңа құжаттама несі бар ғой, рәсімінің өзінің. Иә. Соған сәйкесте кідірді ғой. Ал бұл мына жұмысы болса 1 айдың көлемінде болып жатқан нәрселер ғой. Енді бұның басында адам жоқ қарап отырған, бұл қалай болады? Мына ұрлап Неге кетсе постоянно қолды обходчиктарымыз жүр ғой, Арман жүр постоянно. Бағана да келді осылар. Иә, осылардың адамы. Осы жердің адамы ғой. Мына Ол вагончик та болып кетсе біздікі, болды, осы жерде жүреді. Енді біз қазір Руслан мына жерге камера орнатқымыз келіп тұр. Постоянно қанша рейс келіп жатқаны. Сосын мына жерде қоршағымыз келіп тұр. Бұл жерде әдейі таңдап әдейі алдық, өйткені халыққа алыс иіс шығу, ертең шағым түспеу деген сияқты өндірістік орындар бұл жерде артық не жоқ. Иә, сондықтан солай таңдалып солай алынды да бұл жер. Сосын мына жерде өзіміздің сонда былай қалай айдайды сонда бұл? қысымды жүйелеріміз жатыр, дәл осы жерде. Мынау біздің жүйелер осыған бүйтіп қосылып, ары қарай Тасбөгеттегі неге айдалады ғой. Қақтағы Тасбөгет? Тасбөгетте мына жерде біздің неміз бар ғой, жаңағы Биома? биомыз бар. Бұл жерде енді қазір мусор улавливатель сияқты арматурный сетка қойылады. Онда жасалып жатыр осы қазір. Ақпарат ретінде түсіндіріп айтқымыз келді енді сіздерге. Енді неге сол осындай жағдайдың алдын алмайсыздар деймін да, өйткені мысалы енді әңгімені тазасы керек. Ол енді тұрғындар әртүрлі ғой, біреу былай дейді, біреу былай дейді. Олар мүмкін өздері айта алмаса да мүмкін тұрғындар арқылы айтқызып жүр ма, біз оны білмейміз ғой нақты келгенде. Енді ол халықтың өкілі болған әртүрлі адамдар болады ғой. Иә. Бірақ енді ол проблема болатындай, соғанша оны даурықпай-ақ, неге соны дер кезінде алдын ала сіздер сөйлесіп, болмаса біздің кенттің әкімшілігіне шақырып, мысалы көліктердің мен неге шақырып алдын алмадым деп жатсыз. Олармен біз қараша емес, қазан айында да жиналып айттық. Мына Тасбөгеттің жабылатыны туралы да айттық. Одан кейін мына жерде ашып жердің көк қағазын рәсімдеп жатқанымызды да айттық. Олармен біз бірнеше рет кездесіп, сұхбаттасып, одан кейін осы жерде жинап, осы жерде төгіледі деп тұрып та айтқанбыз. Осы жерде болады деп. Сондықтан оларда сосын хабардар. Одан бөлек тұрғындарға өтіп көп бағаны қоймауын да сұрағанбыз біз. Ондай егер сосын алдағы уақытта әр жерге төгіп кету, болмаса жаңағы нені залал экологияға залал келтіруге болмайтын туралы да айтып жатырмыз. Қазір енді айыппұл да өсті, басқа да өсті. Оның бәрі олар хабардар, білет. Экология болмаса жаңағы төгіп жатқанын көріп жатсақ, біздер кәдімгі нені де шақырып жатырмыз жаңағы участковыйларды да. Онымен біз сотқа беріп жатырмыз қазір. Ондай нелеріміз көп. Енді ол жүргізушілер олар енді жетіскеннен жүрген жоқ қой, былайша Иә,